Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сонымен тағы да бір сөйлемнің түрін өтеміз. Болымсыз сөйлем, яғни бір нәрсені болымсыз екенін айту үшін қолданылатын сөйлемдерді біз negative sentence деп атаймыз. Сонымен жалғастырайық, қараңыздар. Ағылшын тілінде болымсыз сөйлем жасау үшін біз баяндауышты немесе етістікті болымсыз формаға қоюымыз керек. Түсінікті, иә? Сөйлемнің болымсыз екенін көрсету үшін баяндауышты немесе етістікті болымсыз формада қоюымыз керек. Қараңыздар, егер сөйлем to be етістігі арқылы жасалған болса, ол to be етістігінен кейін not деген сөзді жалғаймыз. Мысалы, I'm a student, мен студентпін, мен студент емеспін деп айту үшін I am to be етістігінен not қосамыз. I am not a student. Түсінікті, иә? He is a pupil, he is not a pupil деп аударылады. Яғни to be етістігінен кейін not деген сөзді ғана қоса саламыз. Келесі. Бірақ егер де біз қарапайым басқа етістіктер арқылы жазылған сөйлем болса, онда ол жерде біз көмекші етістіктер қолданамыз. Яғни present simple, past simple, future simple. Осы шақ, өткен шақ және келер шақта әр шақтың өзінің көмекші етістіктері бар. Өткен сабақта айтқанбыз ол туралы. Қараңыздар, present simple-да осы шақта біз do және does деген көмекші етістіктердің қасына not деген сөзді қосамыз. Сол кезде бізде don't немесе doesn't деген сөздер шығады. Past simple өткен шақта did деген көмекші етістікке not қосамыз. Сол кезде бізде didn't деген болымсыз сөз шығады. Немесе future simple-да will-ға not қосамыз. Сол кезде бізде won't деген болымсыз форманы аламыз. Енді қарайық. Мысалға, I swim every day. Мен күнде жүземін, суға түсемін, жүземін. Ал егер осының мен күнде жүзбеймін деп айту үшін біз I, одан кейін барып етістіктің алдына көмекші етістіктің болымсыз түрін қоямыз. I do not swim, I don't swim немесе қысқаша түрде. Түсінікті, иә? Яғни етістіктің алдына көмекші етістіктің болымсыз формасын қоямыз. I do not swim every day. Немесе I played yesterday. Мен кеше ойнадым. Бұл өткен шақта past simple-да. I didn't play yesterday. Бұл жерде назар аударыңыздар. Хабарлы сөйлемде біз етістікке иде жалғап тұрсақ, болымсыз сөйлемде ол иде алып тастаймыз. Себебі didn't деген ол онсызда сөздің сөйлемнің өткен шақта әр болымсыз тұрғанын бірден көрсетеді. Түсінікті, иә? I didn't play yesterday. Келесі, егер сөйлемде болымсыз сөз болса, екінші рет болымсыз форма қолданбаймыз. Мысалға қараңыздар. Яғни екі double negation деген қолданылмайды. Мысалы, болымсыздық сөздер қандай ол? No, no one, nobody, nowhere, no one, never. Ешкім, ештеңе, ешқашан, еш жерде, деген сөздер болса сөйлемде, біз онда сөйлемге жаңа көмекші етістіктер арқылы мынандай don't, didn't, won't деп қоспаймыз. Мысалға қараңыздар. I never play chess. Мен ешқашан шахмат ойнамаймын. Ойнамаймын деген play деген етістіктің алдына мен I don't play деп айтпаймын, себебі бұл жерде онсызда never деген сөз тұрғандықтан сөйлемнің болымсыз екенін бірден түсінуге болады. Немесе no one play chess. Ешкім шахмат ойнамайды. Түсінікті, there is no balls. Немесе бұл жерде no деген сөз онсызда болымсыз болғандықтан бұл жерге мен there isn't no balls деп екі рет болымсыздық сөйлем жасамаймын. Бұл жерде s болу керек, кешіріңіздер. Сонымен қатар енді қараңыздар, қазақ тілі мен ағылшын тіліндегі сөйлемдердің айырмашылықтарына тоқталайық. Көп адамдар осыдан көп қате жібереді. Қараңыздар, бірінші сөздердің тәртібі. Қазақ тілінде сөздердің тәртібін сөйлем ішінде өзгерте беруге болады. Мысалы, біз кітаптарды мұғалімге күнде оқып береміз деген сөйлемде, мысалға біз күнде мұғалімге кітап оқып береміз, немесе біз мұғалімге күнде біз кітап оқып береміз деп сөздердің орнын ауыстыруға болады. Бірақ ағылшын тілінде сөздердің тәртібі өзгертілмейді. We read our books to the teacher every day. Every day деген пысықтауышты ғана өзгертуімізге болады. Every day we read our books to the teacher деген секілді. Бірақ қалған сөз таптарының орындарын ауыстырмаймыз. Яғни нақты түрде бірінші зат есім, етістік, одан кейін тоқтауыш, одан кейін қалған сөз таптары тұру керек деген белгілі бір ережеге бағынады. Келесі етістік. Ағылшын тілінде, қазақ тілінде мысалы сөйлемде етістік болмауы мүмкін. Мысалы мен оқушымын деген сөйлемде етістік жоқ. Ал ағылшын тілінде міндетті түрде етістік болады. Ол аударылмаса да міндетті түрде болады, жазылады. I'm a pupil. I people деп айтпаймыз ешқашан. Ол дұрыс емес. I am a pupil. Мен оқушы болып табыламын деп айтамыз. Яғни мен оқушымын деген сөз бізде бұл жерде I am деген to be етістігін міндетті түрде жазамыз. Келесі артикль. Қазақ тілінде артикль деген түсінік мүлде жоқ. Мысалы, арыстан, жыртқыш, маған қызыл алма беріңізші деген сөйлемдерде ешқандай артикль қолданбаймыз. Ағылшын тілінде зат есімнің алдында міндетті түрде артикль болу керек. Мысалы, арыстан, жыртқыш деген сөйлемді ағылшын тіліне аударсақ, біз a lion is a wild animal. Lion деген етістік зат есімнің алдына міндетті түрде артикль қоямыз. Animal, wild animal, жабайы жануар, жыртқыш аң деп айту үшін ол да зат есім болғандықтан оның алдына да міндетті түрде артикль қоямыз. Немесе маған қызыл алма берші. Give me the red apple.
бұл жерде қызыл алма деген зат есімін қазақ тілінде ешқандай артикль қоймаса, ағылшын тілінде ол қызыл алма деген сөздің алдына міндетті түрде the деген артикльді қоюымыз керек. Яғни ағылшын тілінде зат есімнің алдында міндетті түрде артикль болады. Болымдық артикль немесе болмыстық артикль. Бұл алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Так, келесі. Қазақ тілінде екі болмысты қатар қолданады. Мысалы, мен ешкімді білмеймін, ешқашан ешкімге айтпаймын. Ешкімді, ешқашан деген онсыз да болмыстықты білдіретін болса да, біз сонымен қатар етістіктерде болымсыз формада қоя береміз. Ағылшын тілінде тек қана бір болмысты қолданылады. Мысалы, I know nobody, мен ешкімді білмеймін. Бұл жерде I don't know nobody деп екі рет болмыстық жасаудан қажет жоқ. I will never tell anybody, мен ешқашан ешкімге айтпаймын. Бұл жерде tell деген етістікті біз never деген онсыз да ешқашан деп болмыс мағынада тұрғандықтан біз I will not tell деп екі рет болмыстық сөйлем жасамаймыз. Так, бүгінге осы. Так, сонымен бүгін сіздермен барлық сөйлемнің, 3 сөйлемнің түрінде танысып өттік. Барлық бүгін өткен ақпараттың барлығын дәптерлеріңізге конспект етіп жазып алыңыздар. Сонымен сау болыңыздар.